Біз бүгін нарын істейміз. Нарының етін қойдық, қайнап жатыр. Енді нанын істейміз. Оған керегі ұн, жылы су, доз қосамыз, бір жұмыртқа, 20 грамм сұйық май. Бірінші ұнды елейміз. Енді жылы суға тұз қосамыз. Енді жұмыртқа қосамыз. Енді су қосамыз. Наны қатты болу керек, жабыспау керек. Енді сұйық май қосамын. Міне нанымыз дайын. Енді бір 10 минутке қоямыз. Иіғанады. Міне нанның иіғанды. Енді сысамыз. Жұқағып еттің наны сияқты сысамыз. Міне нанымыз дайын. Бір 5 минутте кептіреміз міне. Етіміз пісіп жатыр. Оған сәбіз қосамыз, пияз қосамыз. Пиязға қалампыр қосып қойдық мынандай қылып. Сосын қара бұрыш саламыз. Міне сәбіз, міне пияз, 2 пияз қосамыз. Қалампыр менен. Сосын қара бұрыш. Міне нанымыз кепті. Енді бұны кесеміз. Енді нанымызды пісіріп аламыз. Міне етіміз пісті. Енді оны аламыз. Енді сорпасын сүзіп аламын. Міне сорпамыз қайнады. Қайнап жатыр. Енді саламыз. Нанымыз бір 5 минуттесін піседі. Міне нанымыз пісті. Енді бұны түсіріп аламыз. Енді бұны мұздай суға саламыз. Сосын кептіреміз. Міне нанымыз кепті. Енді бұған май жағамыз. Енді бірінің үстіне бірін салып кесеміз. Бұл нарының нанын түрлі-түрлі қып істейді. Кейбіреулер жіңішке қып істейді. Кейбіреулер үлкен қып істейді. Біз енді орташа істеп жатырмыз. Орташа. Енді етті тураймыз, ұсақтап. Етті де әртүрлі турайды. Кейбіреулер совсем ұсақтап турайды. Біз енді орташа қып тураймыз, өзімізге ыңғайлы қып. Енді нан мен етті араластырамыз. Қара бұрыш саламыз. Міне нарынымыз дайын болды. Міне салып қойдық. Наны бәрі дайын. Бұны салқындай жейді. Нарын салқын болады. Сосын ыстық, мінеке ыстық сорпа болады. Сол ыстық сорпаның ішіне салып та жеуге болады. Или жай жеп, бұлай сорпамен ішіп отырасыздар. Ал көрейік енді, дәмін көрейік, қалай болды екен. Керемет, тамаша. Ыстық сорпамен жейміз. Ой, күшті, керемет. Салып та жеулеріңізге болады. Жуаны қосып жеңіздер. Тамаша. Сорпасы қалай күшті. Жас еттің сорпасында екен. Күшті болды, күшті. Осылай істеңіздер. Нарын қазақтың тағамы өте жақсы, пайдалы. Майлы емес, нағыз ет ұстайтын адамдарға жеуге болады, күшті. Ешқандай май жоқ. Осылай нарынды істеңіздер. Істеп дайындап жеңіздер, балаларға беріңіздер. Өте пайдалы. Тамаша. Керемет.